Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті депутаттар. Бүгінгі парламент мәжілісіндегі Нұр Отан партиясы фракциясын жиналысын өткізу үшін қажетті кворум бар. Жиналысты ашық деп жариялаймын. Құрметті әріптестер, бүгінгі жиналысымызға Қазақстан Республикасының премьер-министрі Мамин Асқар Ұзақбайұлы, үкімет мүшелері және Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Байбек Бауыржан Қыдырғалиұлы қатысып отыр. Құрметті әріптестер, өздеріңізге белгілі, қазіргі уақытта біздің фракциямыздың алдында тұрған басты міндет ол партиямыздың сайлау бағдарламасын жүзеге асыру. Себебі партиямыздың төрағасы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өткендей, бұл бағдарлама осы жылдарда жасалған реформалардың заңды жалғасы. Сонымен бірге, бұл құжат бүкіл елімізді жаңғырту және барша қазақстандықтардың өмірін жақсартудың нақты жоспары. Сол үшін елбасымыз 14 қаңтарда партияның сайлау бағдарламасын орындау жөніндегі жол картасын әзірлеп, жария түрде қарауды тапсырған болатын. Сондықтан бүгінгі жиналыстың күн тәртібінде бір ғана сұрақ. Ол Қазақстан Республикасы үкіметінің және Нұр Отан партиясының Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісіндегі фракциясын Нұр Отан партиясының 2025 жылға дейінгі өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір сайлау бағдарламасын орындаудың жол картасын іске асыру жөніндегі бірлескен жұмысы туралы. Күн тәртібі бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда күн тәртібі бекітеміз. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің жиналыстың келесі күн тәртібі ұсынылады. Ең алдымен премьер-министр Асқар Ұзақбайұлы Маминнің баяндамасын тыңдап, одан кейін сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Әрі қарай жол картасын іске асыру жолдарын талқылап, одан кейін қорытынды шешім қабылдайтын боламыз. Қарсылықтарыңыз бар ма? Жоқ. Онда келістік, жұмысымызды бастайық. Құрметті әріптестер, баяндама жасау үшін сөз Нұр Отан партиясы саяси кеңесі бюросының мүшесі Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Мамин мырзаға беріледі. Құрметті Нұрлан Зайырлаұлы, құрметті Нұр Отан партиясының фракция мүшелері, Нұр Отан партиясының лидері елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты сайлауалды бағдарламасы сапат және тиімді іске асыруды тапсырды. Бүгін үкімет Нұр Отан партиясы парламент мәжілісіндегі сессиясында сайлауалды бағдарламаны жүзеге асыру бойынша тиісті жол картасы жобасын ұсынып отыр. Жол картасын сайлауалды бағдарламасы 4 бағыты бойынша 362 шара тұрады. Бірінші, баршаға тең. Екінші, зияткер саламат және жидағатты. Үшінші, экономика мен өңірлердің тұрақты дамуы. Төртінші, халыққа есеп беретін мемлекет және жауапты азамат. Бағдарламаның баршаға тең мүмкіндік бірінші бағыты бойынша міндеттерді шешу үшін әрбір азаматтың әлеуетін іске асыру үшін тең мүмкіндіктер жасауға бағытталған 99 шараны орындау көзделеді. Қазақстандық отбасыларды қолдау және нығайту бойынша жүйелер шаралар іске асырылады. 5 жылда 977 мың отбасыға 103 миллион шаршы метрмен салынады. Оның ішінде 284 мың пәтер жеңілдікті әлеуметтік тұрғын үй ретінде беріледі. 3 триллион теңгеден астам қаражат инфляция деңгейін ескеріп, әлеуметтік төлемдерді индекстеуге жұмсалады. Әлеуметтік саланы мәселені жүйелендіру мақсатында 2021 жылы әлеуметтік кодекс әзірленіп, 2023 жылы қабылданады. Әйелдердің ескерді, қозбасшылық әлеуетін жүзеге асыруға белсенділігін
артыруға жағдай жасауға үшін 2023 жылы өңірлер қалалар мен аудандар бойынша гендерлік қажеттіліктер картасы енгізілетін болады. Әйелдер кәсіпкерлігін дамыту бойынша 17 орталық құрылады. Атқарушы өкілдік сот органдары мен квазимемлекеттік секторда басшылықтағы әйелдердің үлесі 30%-ға дейін жеткізіледі. Елдің қоғамдық саяси өмірінде әйелдердің рөлін арттыруға бағытталған 37 жоба іске асырылады. Еліміздегі барлық балаларға жақсы тәрбие мен сапалы білім алуға бірдей жағдай жасалады. Толыққан тұрмыс жағдайды мен әрбір баланың құқығын қорғауына кепілдік беріледі. 3 пен 6 жас аралығындағы балалар мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен толық қамтылады. Апатты және үш ауысымды мектептердің мәселесін толық шешу үшін 800 мектеп салынады. Биыл 200 жаңа мектеп пайдалануға беріледі. 2025 жылы ауыл мектептері интернетпен, компьютерлермен және оқу процесін ұйымдастыруға қажет тағы да басқа жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Педагогтардың жалақысы 2023 жылға қарай 2 есе 330 мың теңгеден аса артады. Орташа жалақы жыл сайын кемінде 25% өседі. 2023 жылға қарай білім беру жүйесі білікті мұғалімдердің 100% қамтылады. Жастардың әулеті іске асыру мақсатында олардың білім алу, жұмыс істеп, баспаналы болу үшін, сондай-ақ елдің қоғам саяси өміріне араласу үшін жағдай жасалатын болады. Жастар сұранысқа ие мамандықтар бойынша колледждерде тегін оқытумен қамтамасыз етіледі. Биыл тегін оқу мүмкіндігі 20 мың адамға беріледі. Кейін жыл сайын квота ұлғайтылып, 2025 жылы 50 мыңға дейін жеткізіледі. Студенттердің стипендиясы жыл сайын 20%-ға артып, 2 есе өседі. Ал магистранттар мен докторанттарға жыл сайын 10%-ға артып, 1,5 есе өседі. 2022 жылы Назарбаев университет тәжірибесі бойынша Петропавл және Шымкент қалаларында 2 озық өнерлік жоғары оқу орны құрылады. 2025 жылға қарай колледждер мен университеттің жатақханалардың кемінде 50 мың жаңа орын пайдалануға беріледі. Жыл сайын 10 мың орын беріледі. Жұмыс істейтін жастар үшін сұранысқа ие мамандықтар бойынша жыл сайын 3 мың жалдамалы пәтер берілетін болады. Аға буын өкілдерін қолдау бойынша жұмыс жалғасады. 2024 жылы зейнетақыларды ресімдеу бойынша барлық рәсімдер проактивті форматқа көшу арқылы электрон түрде көрсетілетін болады. Биыл зейнетақылар мен жәрдемақыларды тағайындау процестерін 92% цифрланады. Мұқтаж қарт адамдардың барлығына атаулы көмек көрсетіледі. Аға буын өкілдерінің тұрмыс сапасын жақсарту, денсаулығын сақтау және нығайту мақсатында 2025 жылға дейін әрбір өңірде белсенді ұзақ өмір орталықтары құрылады. Қазіргі кезде мұндай орталықтар Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында жұмыс істейді. Ортақ зейнетақылар жыл сайын инфляция деңгейін 2%-ға асырылып, индекстеліп отырады. Нәтижесінде 2025 жылы ортақ зейнетақы мөлшері 2020 жылғы деңгейіне қарағанда 37%-ға өседі. Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды қолдауды күшейту және оларды экономика өмірге араластыру бойынша шаралар іске асырылады. Жұмыспен қамтылған мүгедектігі бар адамдардың үлесі 2020 жылғы 23%-дан 2025 жылы 30%-ға дейін артады. Осы жылы мүгедектігі бар адамдардың 80% қажетті техникалық құралдармен және 16 қызметтерін қамтамасыз етіледі, ал 2025 жылы барлық мұқтаж адамдар толығымен қамтылады. Үнемі күтімді қажет ететін және жеке көмекшінің қызметтерін пайдаланбайтын бірінші топтағы мүгедектігі бар азаматтардың барлығына 1,4 ең төменгі күнкөріс деңгейі мөлшерінде қосымша әлеуметтік жәрдемақы берілетін болады. 5 жыл ішінде бұл мақсаттарға 73,2 миллиард теңге бөлінеді. 2021 жылғы мүгедектігі бар адамдар жұмысқа орналастыру, психологиялық және құқықтық көмек көрсету мәселелері бойынша 15 орталық ашылады. Для решения задач в рамках второго блока программы дорожной карты предусматривается реализация 63 мероприятий, направленных на формирование интеллектуальной, здоровой и бережливой нации. Продолжится работа по поддержке культуры и науки, а также развитию интеллектуального потенциала страны. В целях трансферта передовых научных знаний ежегодно 500 казахстанских ученых будут проходить стажировки в ведущих научных центрах мира.
К 2025 году будет построено и отремонтировано 1500 объектов культуры. Ежегодно будет осуществляться строительство и модернизация 300 объектов. На базе 20 наиболее конкурентоспособных вузов страны будут созданы центры академического превосходства. К 2024 году будет запущено 5 центров, к 2025 году еще 15. Здоровье казахстанцев – главный приоритет. С учетом новых вызовов будут реализованы решительные меры по обеспечению отечественного здравоохранения квалифицированными кадрами, современным оборудованием, методами диагностики и лечения. Продолжительность жизни запланирована к увеличению с 73,2 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году. Заработная плата врачей вырастет 2,5 раза до 561 тысячи тенге в 2023 году. Заработная плата среднего медицинского персонала повысится до 210 тысяч тенге. До 5% от ВВП будет увеличено финансирование здравоохранения со всех источников. До 2025 года во всех регионах страны будут построены 20 современных медицинских центров. В 2022 году будут запущены 2 научно-инновационные многопрофильные клиники в городах Нур-Султан и Алматы. Это обеспечит существенный задел в обеспечении качественной инфраструктуры здравоохранения на долгосрочный период. Продолжится работа по популяризации здорового образа жизни и развитию массового спорта в стране. К 2025 году количество детско-подростковых и детско-юношеских клубов физической подготовки во всех опорных селах увеличится на 139-175 единиц соответственно и составит более 1000 единиц. Во всех спортивных комплексах будут созданы условия для занятий спортом для взрослых и детей с особыми потребностями. К 2023 году заработная плата тренеров преподавателей увеличится в 2 раза. В результате реализации запланированных мер охват граждан, занимающихся спортом, увеличится с 30 до 45%. Благоприятная окружающая среда – одна из ключевых составляющих качества жизни. Доля производимой экологически чистой энергии в 2025 году увеличится в 2 раза и достигнет более 3000 мегаватт за счет строительства 13 гидроэлектростанций, 34 ветровых и 12 солнечных станций. В текущем году объем производимой чистой энергии составит 2000 мегаватт в результате ввода 5 гидроэлектро- и солнечных станций, а также 13 ветровых станций. В 2025 году будут введены в эксплуатацию 6 мусоперерабатывающих заводов с доведением доли переработки твердобытовых отходов до 30%. К 2025 году площадь лесов увеличится на 500 тысяч гектаров с высадкой более 2 миллиардов деревьев. В 2021 году в результате высадки более 100 миллионов деревьев площадь лесов будет увеличена на 50 тысяч гектаров с дальнейшим увеличением охвата до 135 тысяч гектаров в 2025 году. Будет обеспечена высадка 15 миллионов деревьев в городах. Для решения задач в рамках 3-го блока программы устойчивого развития экономики регионов дорожной карты предусматривает 117 мероприятий, направленных на реализацию новой экономической политики, формирование класса сильных предпринимателей, сохранение и увеличение занятости и доходов населения, развитие городов и сел. Качественный, устойчивый экономический рост будет обеспечен за счет сбалансированной макроэкономической политики, дальнейшей диверсификации экономики, таргетированное привлечение инвестиций и проактивного продвижения экспорта. Будут оптимизированы расходы бюджета и ограничены дополнительные трансферты из нацфондов. В результате реализации новых рычагов диверсификации экономики и пополнения бюджета к 2025 году ненефтяной дефицит бюджета составит 6%, общий дефицит не более 3%. Будет осуществлено поэтапное снижение уровня инфляции с 6,1% в 2020 году до 3,4% в 2025 году. В 2025 году ежегодные темпы роста экономики необходимо довести до 5%. В текущем году будет обеспечен экономический рост на уровне 3%. В результате реализации новых мер по привлечению инвестиций и объем ежегодных валовых прямых иностранных инвестиций вырастет с 15,9 миллиардов до 30 миллиардов в 2025 году. При этом уровень инвестиций в основной капитал с доведением до 30% от ВВП к 2025 году. Реализация новых подходов по созданию сильного предпринимательского класса обеспечит увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе до 4 миллионов в 2025 году. Ежегодный прирост составит 100 тысяч. В текущем году количество занятых в МСБ достигнет 3,6 миллионов человек. При этом доля МСБ в ВВП в текущем году вырастет до 30,5% с доведением значения данного показателя до 35% к 2025 году. В рамках дальнейшей индустриализации экономики в 1,5 раза увеличится объем производства в обрабатывающей промышленности. В 2021 году рост составит 10,8% с ежегодным увеличением до 51% в 2025 году.
В результате системных мер по совершенствованию деловой среды Казахстан должен войти в топ-20 стран с наиболее благоприятным условием ведения бизнеса в мире. До 2025 года для открытия собственного бизнеса будут выданы микрокредиты 50 тысяч граждан, в том числе 42 тысяч сельчанам, на общую сумму 250 миллиардов тенге. В текущем году микрокредиты будут представлены 8 тысяч граждан с расширением охвата до 12 в 2025 году. Объем несырьевого экспорта увеличится в 2 раза до 41 миллиарда долларов. В 2021 году значение данного показателя составит более 29 миллиардов. Будут реализованы комплексные меры по сохранению и увеличению занятости населения. В результате уровень безработицы составит не более 4,7%. В период с 2021 по 2023 год значение данного показателя будет обеспечено на уровне 4,9%, с дальнейшим сокращением до целевого индикатора. 130 тысяч безработных граждан в течение 5 лет смогут обучиться навыкам, востребованным на рынке труда в онлайн-формате. В 2021 году такая возможность будет предоставлена 5 тысяч с ежегодным расширением до 35 тысяч 2023 года. Ежегодно активной формой занятости будет охвачено не менее 700 тысяч наших граждан. Порядка 100 тысяч новых рабочих мест будет создано в IT-отрасли, 170 тысяч в сфере туризма, до 500 тысяч будут обеспечены работой в сельском хозяйстве. Продолжится работа по обеспечению комфортных и безопасных условий жизни в городах, включая малые и моногорода. В 2023 году будет завершено строительство всех проблемных жилых домов долевого строительства. В 2025 году все республиканские дороги будут реконструированы, отремонтированы и обеспечены придорожным сервисом. В текущем году будет модернизировано 2,2 тысячи километров автодорог, и 66% республиканских дорог будет обеспечен придорожным сервисом. В 2025 году все областные центры и города республиканского значения должны быть охвачены высокоскоростным интернетом 5G. В текущем году будет осуществлен пилотный запуск в городе Нур-Султан, в 2022 году в Алматы с последующим введением промышленной эксплуатации в городах республиканского значения и всех областных центрах. Более 350 тысяч граждан получат доступ к газу в городах Нур-Султан, Караганды, Жезказган, Темиртау. В 2021 году 68 тысяч человек получат доступ к газу с ежегодным расширением охвата до целевого показателя. В целях максимальной реализации потенциала села, улучшения условий жизни сельских жителей будет реализован комплекс практических мер, направленных на развитие сельского хозяйства и инфраструктуры сельских населенных пунктов. С участием стратегических инвесторов будут созданы 7 крупных экосистем по производству и переработке сельхозпродукции с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств. В целях формирования национальной товаропроводящей системы в период с 2021 по 2025 год будут построены 24 оптово-распределительных центра по хранению и торговле сельхозпродукцией. Объем экспорта АПК увеличится в 2 раза. 95% местных дорог до каждого опорного села будут отремонтированы. К 2025 году все города и села будут обеспечены услугами водоснабжения. К 2025 году будет освоено более 600 тысяч гектаров новых орошаемых земель, что позволит создать дополнительно порядка 70 тысяч семейных хозяйств. Будет газифицировано 246 сел с общим населением 900 тысяч человек. В результате к 2025 году уровень газификации достигнет 60%. В соответствии с новым региональным стандартом будет модернизировано более 3,5 тысяч сел во всех регионах страны. К 2025 году 99% населения будет иметь доступ к высокоскоростному интернету. Отечественный рынок в 2025 году будет полностью обеспечен социальными значимыми продовольственными товарами за счет собственного производства. Для решения задач в рамках 4-го блока программы «Подотчетное государство и ответственные граждане» предусматривается реализация 83 мероприятий, направленных на повышение эффективности работы госаппарата, проведение реформ в правоохранительной и судебной системе, развитие гражданского общества, сохранение внешнеполитического курса. Продолжится работа по формированию эффективного госаппарата, ориентированного на удовлетворение интересов населения и бизнеса. В 2025 году все госуслуги будут автоматизированы и переведены в электронный формат. В текущем году будут оцифрованы 92% услуг. Численность аппарата в 2021 году будет сокращена на 25%. С текущего года начнется работа по переориентации ЦОНов на онлайн-консультирование граждан для самостоятельного получения услуг в электронном виде. В 2022 году все информационные базы госорганов будут интегрированы в единую систему с созданием цифрового профиля каждого гражданина. Будет обеспечена прозрачность и постоянный контроль со стороны общественности к деятельности госорганов. В текущем году будет подписан соответствующий указ главы государства. Будут приняты меры по дальнейшей модернизации правоохранительной и судебной системы.
В 2021 году будет разработано и внедрено мобильное приложение и чат-бот для обеспечения оперативного взаимодействия граждан с правоохранительными органами. Будет принята концепция по развитию системы профилактики нарушений. В 2023 году в органах полиции и прокуратуры будет внедрена сервисная модель работы. К 2024 году объем гарантированной государственной юридической помощи увеличится в 2 раза. Полномочия правоохранительных органов будут четко распределены. В целях внедрения принципа полиции шаговой доступности в работе местной полицейской службы в период с 2021 по 2025 год будут построены 176 стационарных постов и 390 участковых пунктов полиции. Для обеспечения общественной безопасности в 2021 году в 17 городах и в дальнейшем до 2025 года в 69 моногородах будут внедрены системы видеонаблюдения. Будет продолжена работа по укреплению мира и согласия в обществе. В 2021 году будут созданы благоприятные условия для 12 тысяч соотечественников, желающих переехать на постоянное место жительства в Казахстан, с дальнейшим ежегодным увеличением охвата на 2 тысячи и до 20 тысяч в 2025 году. Продолжится реализация программы «Рухани Жаңғыру». Доля населения, вовлеченного в реализацию программы в 2021 году, составит не менее 31%, с доведением значения данного показателя до не менее 35% в 2025 году. В целях сохранения курса на поддержание взаимоуважения и равенства всех религий ежегодно будет организовано 10 диалоговых площадок. Елбасының көп векторлы сыртқы саяси бағытын және мемлекет басшысының халықаралық бастамаларын іске асыру жалғасады. 2022 және 2025 жылдары әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съездері өткізіледі. Шетелде оқитын және жұмыс істейтін қазақстандықтар мен Қазақстаннан асырып алынған балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау қамтамасыз етіледі. Негізгі стратегиялық әріптестермен қатынастарын нығайту бойынша жұмыс жалғасады. Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграция, қазақстандық бастамаларды ілгерілету және Шанхай ынтымақтастық ұйымы, БРИКС, Ислам ынтымақтастық ұйымы елдерімен әріптестік жалғасады. Сонымен қатар, Қазақстан уәкілетті мемлекет органдары өкілдерінің біріккен ұлттар ұйымы және басқа да халықаралық әріптестердің іс-шараларына қатысу қамтамасыз етіледі. 2021 жылы визасыз режим елдерінің тізімі кеңейіп, 77 елден тұратын болады, ал кейін 2025 жылы 5 жылы 89 елге дейін кеңейеді. Жол картасын тиімді іске асыру және мониторингтеу үшін оның әрбір шарасы мен нысаналы индикатор жылдар мен өңірлер бойынша бөлінеді. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Нұр Отан партиясының фракциясының мүшелері, жол картасының жобасының әрбір тармағы пысықталып, олардың орындалуы тиісті мемлекет органға және нақты басшыға бекітілді. Барлық жоспарланған шаралар партияның сайлауалды бағдарламасын тиімді әрі сапалы жүзеге асыруға бағытталған. Үкімет жол картасын уақытылы орындалуын толық қамтамасыз етеді. Ұсынылған шараларды іске асыру сайлауалды бағдарламаның барлық міндеттерін толығымен шешуге және жаңа жағдайда халықтың тұрмыс сапасы мен әл-ауқатын нақты жақсартуға мүмкіндік береді. Осы бағытта үкімет Нұр Отан партиясының парламенттегі фракциясымен бірге тиімді жұмыс жасайтын болады. Бағдарламаны жүзеге асыру заңнамалық негізін қамтамасыз етуде практик бөлікке, алдағы уақытта да үкімет парламент депутаттың бірге тиімді жаңа жүйелер жүргізілетініне сенімдемін. Осындай еліміз үшін жауапты кезеңде үкімет парламенттің белсенді қолдауымен алдымызда тұрған міндеттер тиімді іске асыру үшін бар күш-жігерін жұмсайтын болады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге, құрметті Асқар Ұзақбайұлы. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Бізде алдын ала жазылған әріптестеріміз бар. Алдымен соларға сөз берейік. Сөз депутат Құсайынов Марат Әбсеметұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Мен сұрағым премьер-министрдің бірінші орынбасары Әлихан Асханұлы Смайыловқа арналған. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында болашақ ұрпаққа сақтау үшін ұлттық қордан қаражатты аз тартуға назар аудара отырып, бюджеттің мұнай емес тапшылығының мөлшерін жыл сайын қысқарту мақсаты айқындалған. Ковид дағдарысы осындай жағдайларға уақытылы ден қою үшін мемлекетте қауіпсіздік қорғанышы болуға және оны сақтауға тиіс екенін көрсетті. Осындай жағдайлардың тағы да болады ма екенін біз білмейміз. Осыған байланысты менде сұрақ.
партия өз бағдарламасында қойған және іске асырылуы тиіс бюджет шығыстарының ұлғайтуды талап ететін міндеттерді ескере отырып, үкімет республикалық бюджеттің тенгерімді болуын қалай қамтамасыз етеді? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, өткен жылы ұлттық қор қауіпсіздік қорғанышы ретінде жұмыс істеді. Бұл әлеуметтік және эпидемиологиялық шараларды іске асыруға мүмкіндік берді, экономиканы, кәсіпкерлерді, халықты қолдауға мүмкіндік берді. Қабылданған шаралар контрциклдік сипатқа ие, болашақта даму үшін негізді қалайды. Ағымдағы жылы экономиканы қолдау үшін ұқсас шаралар қабылдау қажеттілігі туындауы мүмкін, себебі коронавируспен шектеу шаралары әлде орын алуда. Сонымен бірге үкіметтің алдында Нұр Отан партия сайлау бағдарламасын іске асыру міндеті тұр. Ол үшін қосымша қаржыландыру керек. Алдымыздағы 5 жылдың ішінде сайлау бағдарламасын іске асыру үшін 21 триллион теңге қажет. Ол үшін біріншіден бюджеттің кіріс бөлігін ұлғайту жұмыстары жүргізіледі. Негізінен салық және кеден әкімшілендіруді ары қарай цифрландыру жұмыстары және көлеңкелі экономиканы қысқарту бойынша арнайы кешенді жоспарды іске асыру есебінен болады. Екіншіден, бюджет шығыстарын оңтайландыру керек. Ары қарай, мысалы, соңғы 2 жылда біз 3,5 триллион теңгеге бюджет шығыстарын оңтайландырдық. Бұл жұмысты жалғастырамыз. Арнайы әдіснама қазір әзірленді, ақпараттық жүйе қаржы министрлігінде әзірленді. Және ішкі және сыртқы нарықтардан және ұлттық қордан қосымша нысаналы трансфер тартылатын болады. Дегенмен негізгі назар жаңағы кірістерді ұлғайтып, шығыстарды оңтайландыру жұмыс. Сонымен бірге үкімет инвестиция тарту жұмыстарында жүргізуде алдымыздағы 5 жылдың ішінде 118 триллион теңгеге инвестиция тартылатын болады. Рахмет. Рахмет сізге, Алихан Мұсатович. Сөз депутат Жамалов Аманжан Мәкәримұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Мой вопрос министру национальной экономики Асету Армановичу. Значит, у меня такой вопрос. В предвыборной программе партии Нур Отан ставится задача по доведению количества занятых в секторе малого и среднего бизнеса до 4 миллионов человек в 2025 году. При этом доля малого и среднего бизнеса в ВВП за этот период должна вырасти до 35%. Скажите, пожалуйста, об этом, кстати говоря, сейчас и премьер-министр говорил. Поэтому скажите, пожалуйста, есть ли у вас конкретные расчеты, за счет каких секторов экономики будут достигнуты индикаторы для выполнения поставленных задач? Пожалуйста, Асет Арманович. Спасибо за вопрос, уважаемые депутаты. Да, у нас есть такие расчеты. Данные индикаторы декомпозированы как по годам, так и в разрезе отраслей экономики. Далее они будут декомпозированы в разрезе регионов страны. Будет сформирована цифровая карта предпринимательства, которая позволит нам проводить динамичный мониторинг развития предпринимательства, достижения этих индикаторов. В целом мы видим большой потенциал развития малого, среднего бизнеса в таких отраслях экономики, как перерабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс, IT, туризм, строительство, торговля и транспорт. Реализация этого потенциала будет обеспечена через проведение новой регуляторной политики и комплекса взаимовязанных отраслевых политик. Этому также будет способствовать снижение доли государства в экономике до 14%, развитие конкуренции, снижение теневой экономики до 15%. Все это будет систематизировано в новой концепции развития предпринимательства до 2025 года. Этот документ уже формируется Министерством национальной экономики совместно с представителями бизнеса. Спасибо. Асет Арманович, вот по итогам 2019 года доля малого и среднего бизнеса составляет 31,7, по предварительным по 2020 это будет 28,5.
Ну, здесь вопросов нет. Понятно, снижение малого и среднего бизнеса – это результат ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Но вот в предвыборной программе цифра конкретная – 35% к 2025 году. А если даже отталкиваться от 28,5%, это больше 6%. Мы не знаем, как долго продлится пандемия коронавируса. Мы не знаем, как скоро окончание вот этого кризиса восстановится экономика. И не вмешаются ли какие-то новые негативные факторы. Всегда и председатель партии наш говорит, и глава государства, что мы должны иметь и план «Б». Есть ли у вас резервный план действий, если мы столкнемся с дополнительными вызовами и угрозами? Потому что о тех секторах, которые вы сейчас говорили, туризм, сервисные услуги, что еще, все это все-таки завязано на каких-то ограничительных мерах. Вот если вдруг это все продлится, мы видим с вами, в каком состоянии оказался туризм, ресторанный бизнес, вообще сервисные услуги. Вот каким образом будем выходить на эти цифры? Пожалуйста. Другой план есть какой-нибудь еще? Нурлан Зайроллаевич, спасибо за вопрос. Да, у нас есть такой план. Правительством совместно с Национальным банком и Агентством по развитию финансового рынка разработан план совместных действий на случай ухудшения социально-экономической ситуации. Он включает пакет срочных мер контрциклического характера, который направлен на обеспечение необходимой поддержки бизнесу и населению, а также обеспечение макроэкономической стабильности. План вступает в действие в случае, если заработают триггеры. Среди триггеров, Нурлан Зайроллаевич, есть такие факторы, как и распространение коронавируса, и высокая волатильность цены на нефть, и другие внешние экзогенные факторы. Спасибо. Спасибо, Свет Арманович. Очень важно и хорошо, что есть такой план. Сөз депутат Сапарова Әлия Сүйіндікқызына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Менің сұрағым премьер-министрдің орынбасары Тоғжановқа арналады. Құрметті Ералы Лұқпанұлы, жол картасында ерекше қажеттілігі бар адамдар үшін инфрақұрылымды жақсарту. Оның ішінде пандустармен, бейімделген лифтлермен, дәретханалармен, көзі көрмейтіндерге арналған бағыттаушы белгілермен қамтамасыз ету. Сондай-ақ әлеуметтік инфрақұрылымның 22 000 объектісін бейімдеу бойынша жұмыс жүргізу көзделіп отыр. Бұл жыл сайын 4400 объекті болып отыр. Бұл ретте стандарттарға сәйкес келетін бейімделген объектілердің үлесі 2025 жылға қарай 100% құрайды деп көзделіп отыр. Яғни жыл сайын объектілердің 20% бейімделетін болады. Осыған байланысты келесі мәселені түсіндіріп берсеңіз деймін. Нақты қандай объектілер бейімделетін болады? Ел бойынша инфрақұрылым объектілердің барлығыма немесе жоғарыда аталған 22 000 әлеуметтік нысан ғана ма? Объектілердің бейімдеу және олардың стандарттарға сәйкестігі бойынша жүргізілетін жұмыстың сапасына бақылауды кім жүргізеді? Бұл қандай стандарттар? Осы мәселеге тоқталып өтсеңіз. Ералы Лұқпанұлы. Өте маңызды сұрақ, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар. Осына жалпына жоспарда қабылдастан бұрын өздеріңізбен жан-жақты бұл сұрақтардың бәрі талқыланған болатын. Сондықтан осы мәселелердің бәрін жүзеге асыру, жаңа өзіңіз айтқандай 22 000 объектілерді бүгін ерекше қатаң қадағалауда болады. Оған тікелей жауап беретін бүгін арнайы осы министрліктен МИР деген Министерство индустрии инновационного развития, ол бір құрылыс саласы бойынша салынатын объектілер. Сонымен қатар 22 000 объектіге тікелей жауап беретін жергілікті атқару органы, бір сөзбен айтқанда акиматтар. Сондықтан бұлардың бәрі осы мына көрсетілген жоба бойынша 25 жылға шейін толықтай қадағалауда болатын болады. Ол біріншіден, екіншіден қазіргі салынған құрылысқа салынған объектілерге байланысты ол жерде қалпына келтіретін біраз объектілер оны қажет етіп отыр. Сондықтан бұл жұмыста қазір ерекше қадағалауда, ол да толықтай жүзеге асырылатын болады. Сұрағыңызға рахмет. Рахмет. Сөз депутат Платонов Артур Станиславовичке беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Мой вопрос адресован министру индустрии и инфраструктурного развития. Уважаемый Бейбут Бакирович, в предвыборной программе партии Нур-Отан ставится задача по ремонту 27 000 километров местных дорог до каждого опорного
пункта, села с доведением их доли в хорошем и удовлетворительном состоянии до 95%. Дайте, пожалуйста, хотя бы на первый год расклад по ремонту местных дорог в разрезе регионов, и будут ли учитываться финансовые возможности регионов и фактическая протяженность дорог при распределении между регионами финансовых средств, предусмотренных для ремонта местных дорог. Пожалуйста, Бейбут Бакирович. Спасибо. Мы на 2021 год планируем строительство порядка 1300 километров автомобильных дорог, это областного и районного значения. Предусмотрена у нас в этом году бюджетная корзина, это и республиканский бюджет, включая, значит, и местный бюджет. У нас составил 76,8 миллиардов тенге, это за исключением 3 городов республиканского значения, это 14 регионов. Это, в принципе, нам в этом году, я хотел бы сказать, что уже корзина сформирована, работа начата. Теперь касательно по формированию, по перераспределению. У нас есть паритетная основа между регионами и региональными субъектами регионов и республикой. Она паритетно составляет стандартно 50 на 50, но мы к тому же еще и рассматриваем ситуацию. Это, во-первых, это протяженность сети дорог, состояние дорог и также и финансовое состояние, или, можно сказать, бюджет регионального субъекта, какой он, как он формируется, на это тоже обращаем внимание. В приоритете у нас стоят сейчас 3 западно-казахстанские области. Это Актюбинская, это область Атравская и самая худшая ситуация у нас по западно-казахстанской области. Здесь они у нас стоят в приоритете. В среднем где-то по регионам у нас распределено из республиканского бюджета и существующих 25,2 миллиардов, которые из республиканского бюджета, мы где-то в среднем от 1,2 до 1,8 миллиардов выделили. На те области, которые у нас в приоритете, это где-то порядка по 3 миллиарда тенге. А в свою очередь, значит, сами местные исполнительные органы, они сформировали пул 51,6 миллиардов тенге. Это их паритетная часть. Спасибо. Спасибо, Бейбут Бакирович. Сөз депутат Симонов Сергей Анатольевич беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Мой вопрос адресован министру финансов. Уважаемый Ерулан Кинжибекович, согласно плану мероприятий и дорожной карты по реализации предвыборной программы, предусмотрено решение в 2025 году проблемы аварийного и трехсменных школ. То есть это строительство 800 новых школ. В текущем году и в 2022 году предусмотрено введение в эксплуатацию по 200 школ ежегодно. С 2020 года финансирование строительства новых школ происходит за счет трансфертов общего характера из республиканского бюджета, а также из местного бюджета. В принятом в 2019 году законе об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами городов республиканского значения столицы на 2020-2022 годы утверждены минимальные объемы финансирования на строительство школ. На 2021 год эта сумма составила 95,7 миллиардов тенге, на 2022 год порядка 104 миллиардов тенге. В связи с этим возникает вопрос, хватит ли у местных исполнительных органов финансирования для выполнения заявленных обязательств? Не потребуется ли выделение дополнительных бюджетных средств? Спасибо. Пожалуйста, Ерулан Кинжибекович. Спасибо за вопрос, уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые депутаты. Да, на самом деле в республиканском бюджете для строительства местными исполнительными органами через трансферт общего характера передано 95,7 миллиардов тенге. Также через подушевое финансирование для реализации государственного образовательного заказа предусмотрены 28 миллиардов тенге. Кроме того, в рамках дорожной карты занятости мы с Министерством труда и соцзащиты отрабатываем. Дополнительно 84 миллиарда будут предусмотрены. Мы при ближайшем уточнении бюджета эти деньги предусмотрим.
Другой вопрос это либо через займ Национального банка, либо республиканский бюджет. Мы это вот сейчас в ближайшее время распределим. Кроме того, у нас реализуются ГЧП-проекты. Уже в этом году 6 школ строятся в городе Нур-Султан по линии ГЧП. Таким образом, мы рассмотрели все варианты строительства и источники финансирования. Если дополнительная потребность будет, мы предусмотрим в бюджете. Рахмет, Ерлан Жібекович. Сөз депутат Нуркина Айгүл Қабдешқызына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Менің сұрағым білім және ғылым министріне. Құрметті Асхат Қанатұлы, жол картасында 2021 жылы министрліктің бұйрығын шығару және 2023 жылы мұғалімдер, балалар мен ата-аналар арасында оқулықтардың сапасына қатысты мониторинг сауалнама жүргізу есебінен оқулықтардың сапасын арттыру бойынша шаралар қабылдау көзделеді. Осы шаралар оқулықтардың сапасын арттыруға қаншалықты мүмкіндік беретінін түсіндіріп беріңізші. Көп рахмет. Асхат Қанатұлы. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, шын мәнінде де оқулық өте маңызды құрал, және де оқулықтардың сапасын көтеру үшін кешенді іс-шаралар іске асырылуда. Біріншіден, осы биылғы жылғы 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап депутаттардың қолдауымен жаңа 2 норма іске асырыла бастады. Біріншіден, ол әрине де енді білім беру бағдарламалары міндетті түрде сараптамадан өтетін болады алдын ала. Екіншіден, міндетті түрде апробациядан өтеді. Бұл да оқулықтардың сапасын арттыруға өзінің септігін тигізетіні сөзсіз. Екіншіден, министрлік осы оқулықтарды дайындаудың жаңа жүйесін дайындап бекітті. Үшіншіден, экспертиза, яғни сараптау жүйесі түбегейлі өзгереді. Енді сараптамадан өткізетін біздің эксперттеріміз міндетті түрде сертификаттаудан өтетін болады. Бұның алдында біз мұғалімдерді шақырып, қысқа мерзімде осы мұғалімдер, олар әрине де оқулықтарды, 10 шақты, 10-нан көп оқулықтарды қысқа мерзімде сараптау өте қиын. Енді олар тиісті оқытудан өтіп, олар тиісті сертификаттаудан өтіп, осы мамандар осы оқулықтарды дайындайтын болады. Екіншіден, авторларды оқыту, оларды да сертификаттаудан өткізу рәсімінде де қазір енгізілуде. Және де өте маңызды мәселе, бұл қоғаммен бірге талқылап, осы мәселелерді енгізу. Үшіншіден, бұл электронды платформа арқылы. Және де өте маңызды тетіктің бірі, бұл апробация. Енді 1-ші сыныптан 11-ші сыныпқа дейінгі барлық оқулықтар 1 жыл бойы, кем дегенде 1 жыл бойы пилотты мектептерде алдын ала апробациядан өткізу тетігі де толығымен қарастырылып, енді енгізілуде. Осы да және де басқа да шешімдер осы оқулықтарды түбегейлі сапасын көтеріп, тиісті сапалы оқулықтармен мектептерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деп сенемін. Рахмет. Сөз депутат Имашева Снежана Валерьевнаға беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Құрметті Серік Жамбылұлы, сұрағым сізге. Жол картасында әлеуметтік төлемдердің 44 түрі азаматтың әлеуметтік амиян арқылы аударылады деп берілген. Осыған орай менің бірнеше сұрақтарым бар. Осы енгізілетін әлеуметтік амиянның жаңалығы неде? Оның банк карталарының айырмашылығы мен артықшылығы қандай? Және бұл амиян банктік операциялар жасалған кезде шектеулерге алып келмей ме? Себебі бәріміз білеміз, қазір барлық төлемдер, банктік операциялар банк картасымен жасалады. Осы зейнеткерлер қаражаттарын өз еркінмен пайдалана ала ма, жұмсай ала ма? Осы жерлерді нақтылап түсіндіріп берсеңіз. Министр Шапкенов. Зайроллаұлы, құрметті партияластар, әлеуметтік амиян дегеніміз бұл негізі банктік шоттарға балама болып табылады. Негізінен бұл жерде ең артықшылығы бұл азаматтардың банктерге жүгінуге қажеттілігі жоқ. Ұлттық банк жүйесінде әрбір азаматқа өзінің жеке сәйкестіруінің номері арқылы осындай шоттар ашылады. Және бұл шоттарға болашақта біз әлеуметтік төлемдерді проактивтік түрде төлеуді жоспарлап отыр. Өзіңіз айтқандай 44 төлем бойынша. Енді артықшылығы былай деп айтуға болады, әлеуметтік амияндарға аударылған әлеуметтік төлемдер бұл банктердің, салық органдарының немесе коллекторлық фирмалардың тарапынан өндіріп алуға жатпайтын болады, ояқ жағынан қорғалатын болады. Өз кезегінде бұл әлеуметтік амиянды қолданушылар товар сатып алуға, немесе сол банктік карточкалар сияқты
қызметтер алуға толығымен мүмкіндігі бар. Және де осы әмияннан, әлеуметтік әмияннан өзінің карточкасына да аудара алады. Сол арқылы қолма-қол ақша ретінде де шешіп алынады. Ешқандай шектеуліктер болмайды. Қазіргі таңда заң жобасы бекітілді. Осыған байланысты ұлттық банк қазір техникалық және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Біздің тарапымыздан келесі жылдан бастап біздің тарапымыздан пилоттық режимде осы атаулы әлеуметтік көмекті төлеуді жоспарлап отырмыз. Рахмет. Сөз депутат Смышляева Екатерина Васильевнаға беріледі. Спасибо, Нурлан Зайроллаевич. У меня вопрос адресован заместителю премьер-министра Роману Васильевичу Скляру. Уважаемый Роман Васильевич, в пункте 277 дорожной карты планируется обеспечить стопроцентный доступ к услугам водоснабжения в селах. По данным уполномоченного органа, в настоящее время из 6341 села не обеспечены питьевым водоснабжением 1984, это более 30%. И у меня два вопроса. Первый. Есть ли расчеты в разрезе всех населенных пунктов по строительству водоводов? В частности, здесь речь идет о количестве объектов и требуемой сумме на их строительство. И второй вопрос. Существует проблема реконструкции действующих водоводов, в том числе в опорных селах, которые на сегодняшний день не обеспечивают качество поставляемой воды. Как будет решаться данная проблема? Спасибо. Пожалуйста, Роман Васильевич Скляр. Спасибо за вопрос. У нас есть конкретный пятилетний план по обеспечению качественным водоснабжением сельских населенных пунктов, подкрепленный соответствующим финансированием. Из того количества сельских населенных пунктов, которые вы назвали, 1984 аула, более 800 – это малочисленные сельские населенные пункты, где проживает менее 200 человек. Там за счет средств местных исполнительных органов будут устроены пункты водоразбора, либо комплексные блок-модули, то есть пункты водораздачи. А в более крупных сельских населенных пунктах уже будет полноценная система водоснабжения с доведением до каждого дома. На эти цели у нас ежегодно предусматривается порядка 100 миллиардов тенге. У нас есть каждый населенный пункт, что нам нужно сделать, конкретные планы. И отвечая на ваш второй вопрос касательно существующих водопроводов сельских населенных пунктов, да, действительно, по истечении времени они требуют капитального ремонта, местами реконструкции, текущее содержание должно быть качественное. На эти цели выделяется ежегодно порядка 20 миллиардов тенге из всех источников. И данная работа решается в основном за счет средств местных исполнительных органов. Спасибо. Спасибо. Сөз депутат Аббасов Қайнар Биғалұлына беріледі. Рахмет, Нұрлан Зайроллаұлы. Менің сұрағым ауыл шаруашылық министріне. Құрметті Сапархан Кесікбайұлы. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасына сәйкес 600 000 гектар жаңа суармалы жерді игеріп, оның жалпы аламын 2 200 000 гектарға жеткізу көзделіп отыр. Сайлау алдындағы үгіт насихат кезінде ауыл шаруашылығы өндірушілер негізгі проблемасы суаратын сумен жеткіліктерді қамтамасыз етілмеу және ирригациялық жерлердің тозығы жетіп нашар жағдайда болуы. Өзіңізге белгілі суармалы жерлерді толыққанды сумен қамтамасыз ету жоғары әрі сапалы өнім алудың, ал оңтүстікте 2 ретке дейін өнім алудың негізі болып табылады. Осыған байланысты Сапархан Кесікбайұлы, бұл жобаны қандай қаражат немесе қолданыстағы қандай бағдарламалар есебінен іске асыруды жоспарлап отырсыз? Сапархан Кесікбайұлы. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Қайнар Биғалұлы, алдымен енді мына бағдарламаны жүзеге асырылуын ұйымдастыру үшін мемлекет тарапынан қандай қолдау беріліп жатқанын айта кетейін. Бұл бірінші заманауи су жүйелерін сатып алу құнының 50%-ын инвестициялық субсидиялау, су беретін қажетті инфрақұрылымның шығындарын 50%-ға инвестициялық субсидиялау, осы машиналарды сатып алу немесе кредит алу немесе лизингке алу үшін сыйақы мөлшерлемесін жылына 10%-ға дейін субсидиялау мәселелері және шаруалар үшін суаратын су құнын 80%-ға дейін субсидиялау қаралған. Бұл осы бағыттарға 2021-2023 жылдары бюджетте 34 миллиард теңге қаралған. Бұдан басқа бүгінгі күні осы жылдың басында белгілі америкалық Вальмонт компаниясы
Қазақстанға келіп, осы заманауи суару жүйелерін шығаратын завод солы жұмысын бастады. Бұл завод жылына 1000-ға жуық суару машиналарын шығаратын болады. Осы атқарылып жатқан жұмыстардың барлығы судың шығынын 30%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді және суармалы жерлердің өнімділігін 1,5 еседен 3 есеге дейін арттыруға мүмкіндік береді. Рахмет. Сапархан Кесікбайұлы, әрине 600 мың гектар жаңа жерді игеру ол оңай шаруа емес. Бірақ бағдарламада жазылғаннан кейін оны біз оған жетуіміз керек. Бірақ меніңше бұл тек қана ауыл шаруашылығы министрінің сұрағы емес. Бағана сұрақта да ол мәселе болды. Су байланысты, ирригация мәселе. Бұл экология министрінде өз үлесін қосу керек. Сондықтан Мағзұм Маратұлы, қандай су көздерін пайдаланамыз? Жасыратыны жоқ, бізде қазіргі уақытта суландыру жүйесі ескірген. Оны таяуда өзіңіз қабылдау болғанда мемлекет басшысына да баяндадыңыз. Оның бәрі осы жаңарту үшін қандай шаралар жасалады? Түсіндіріп берсеңіз бізге. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар. Расында да осы келесі 5 жылдың ішінде 600 мың гектарды іске қосу үшін бұл ең бастысы су көп облыстардан бұл жұмыс атқарылатын болады. Оның ішінде Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Ақтөбе және Ақмола облыстарына тиесілі. Сонымен қатар 5 жылдың ішінде біз жаңадан 8 жаңа су қойманы салуды жоспарлап отырмыз. Оған қоса 25-30 жылға дейін тағы 31 жаңа су қоймалары салынатын болады. Сонда 3,6 куб километрді құрайтын жаңа су қоймалар іске асырылатын болады. Сонымен қатар ұзындығы, осы келесі 5 жылдың ішінде ұзындығы 3,5 мың километр суару жерлерін қайта жаңарту және 119 негізгі магистрал каналдарда цифрландыру жүргізілетін болады. Бұл жұмыстың аясында біздің есебіміз бойынша 1,5 куб километр су үнемдейтін болады. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Елеу Ғалымжан Алмасбекұлына беріледі. Рахмет, Нурлан Зайроллаұлы. Мой вопрос адресован министру здравоохранения. Уважаемый Алексей Владимирович, дорожной картой предусмотрено обеспечение в каждом регионе необходимого резерва лекарственных средств, изделия медназначения. При этом предусматривается, что будет создан 2-месячный запас лекарств. Скажите, пожалуйста, насколько это достаточный срок резерва? Насколько изменилась ли вообще процедура расчета необходимого количества лекарственных средств по социально значимым заболеваниям на фоне пандемии? Сможем ли мы, если будет следующая волна ковида или другая чрезвычайная ситуация, бесперебойно обеспечить пациентов социально значимыми заболеваниями? Спасибо. Пожалуйста, Алексей Владимирович Цой. Спасибо большое. Данный вопрос находится на особом контроле. В настоящий момент у нас сформирован запас, 2-месячный запас лекарственных средств в объеме 6,1 миллиарда тенге, который покрывает потребность 60 тысяч госпитализаций в месяц. Для справки, у нас по самому пиковому месяцу, который за последние полгода у нас прошло, в январе месяце у нас порядка 16 тысяч пациентов было пролечено в стационаре. То есть у нас запас прочности большой, по действующей динамике даже больше 2 месяцев, там, до 5 месяцев у нас в принципе есть запасы. Помимо этого у нас есть стабилизационные фонды на уровне регионов, 17 миллиардов в этих стабилизационных фондах лекарств обеспечено. Дополнительно СК «Фармация» на 3,1 миллиарда тенге запланировала и имеет на своих складах лекарства для интервенции на розничный рынок. В случае, если в розничной сети аптек, коммерческих аптеках продают лекарства, у нас есть дополнительные возможности для интервенции на наших региональных хабах СК «Фармации». То есть этот вопрос мы держим на контроле. В случае появления дополнительной потребности мы также пересматриваем списки. Еще есть дополнительный режим.
Это 10% основных жизненно важных лекарств, которые на уровне единого дистрибьютора у нас также депонируются и находятся на складах в регионах Казахстана. Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович. Сөз депутат Мыңбай Дархан Қамзабекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Менің сұрағым цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің бірінші орынбасарына. Құрметті Әнуар Мұратұлы, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жолдауында барлық азаматтарды интернетпен және сапалы байланыспен қамтамасыз ету міндетін қойды. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын орындау жөніндегі жол картасының 279 тармағында 2025 жылға қарай халықтың 99% жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізе алатындығы белгіленген. Осы орайда халық қолданатын интернет байланыстың сапасы өткір мәселе күйінде қалып отыр. Сіздер интернет байланыстың сапасын қалай қамтамасыз етпексіздер? Өнеркәсіптік іске қосу деген не? Әсіресе ауылдық жерлерде интернеттің нормативтік жылдамдығы мен нақты жылдамдығының қамтамасыз етілуіне талдау жасалды ма? Осы жөнінде айтып берсеңіз. Рахмет. Қазір біздің жиналысқа министр өзі қатысып отыр. Сондықтан министр Мусинге сөз берейік. Рахмет. Сұрағыңызға шынында да интернет жылдамдығына талдау жасалды. Қазіргі таңда 6400 елді мекен бар болса, олардың 5300-інде интернет бар деген статистика бізге берілді. Бірақ біз оны талдадық. 510-ында шынында да жылдамдығы өте төмен. Сол 510-ның бұл жылы біз нақты сапасын көтереміз. Ол бірінші. Екіншісі, жаңа айтып кеттіңіз, нормативті ең төменгі деңгей деген жалпы ұғым болған жоқ. Соны біздің министрліктің бұйрығымен бекітеміз, ең төменгі деңгей болады. Сол ең төменгі деңгейді біз зерделеген кезде операторларға айыппұл жазасын біз бере аламыз. Сол айыппұлдар бүгін 100 МРП ғана ең төменгі есептік көрсеткіш. Сол 100-ден 1000 деңгейіне өсіруге біз сізге ұсыныс беретін боламыз заңнамаға тиісті өзгерістер енгізу үшін. Енді ең бастысы сол мынау басқа да елді мекендер бар. Ол 1200 елді мекендер, интернет мүлдем жоқ елді мекендер. Олардың 250-і бізге экономика министрлігі сол елді мекендердің арасынан 250-ін бізге таңдады. Ол ауылды мекендер жалпы модернизацияланады. Сондықтан сол ауылды мекендерге де интернет 2 жылдың ішінде жеткізілетін болады. Жалпы осыған қоса біз спутниктік ғарыштарды да қолданатын боламыз. Жаңа технологияларды сол 2 жылдың ішінде сапаны едәуір жоғарылатамыз деген сенімдеміз. Рахмет. Сөз депутат Закиева Динара Болатқызына беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Мой вопрос адресован министру культуры и спорта. Уважаемая Актотыр Ахматуллаевна, дорожной картой пункта 39 предусмотрено открытие детских спортивных секций и возобновление детских творческих кружков во всех областях, городах республиканского значения, а также районных центрах. За 5 лет планируется довести количество спортивных секций до 128 100 и до 22 600 количество детских кружков. Как вы знаете, в конце прошлого года был принят закон, согласно которому предусматривается размещение государственного спортивного заказа в спортивных секциях и государственного творческого заказа в творческих детских кружках. В связи с этим 2 вопроса. Скажите, пожалуйста, в планируемых показателях учтен ли подушевой норматив финансирования спортивных секций и творческих кружков, и какой объем средств предусмотрен в республиканском бюджете на эти цели? Спасибо. Пожалуйста, Актотыр Ахметуллаевна. Спасибо. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые депутаты, спасибо за вопрос. В планируемых показателях мы действительно учитываем потенциал роста спортивных секций для детей и детских кружков за счет
именно вот государственного, распределения государственного, спортивного и творчества заказов. Как вы знаете, как уполномоченный орган Министерства культуры создало рабочую межведомственную группу, которая на сегодняшний день работает над созданием соответствующих нормативно-правовых актов, в том числе методика подушевого финансирования, механизм реализации, правила и так далее. По результатам утверждения вышеуказанных нормативно-правовых актов будет утвержден норматив и потребность подушевого финансирования на государственные, творческие и спортивные заказы. Компетенция по распределению и финансированию и реализации государственного, творческого и спортивного заказа предусмотрена за местными исполнительными органами, акиматами. Поэтому по результатам работы будет выявлена потребность и реальная цифра по бюджетированию данного государственного, творческого и спортивного заказа. В том числе за счет перераспределения, например, средств, которые выделялись для профессиональных клубов. Спасибо. Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы да сұрақ қоятын депутаттар бар ма? Жоқ. Микрофон қосыңыз. Рахмет, Нұрлан Зайроллаұлы. Менің сұрағым мәдениет және спорт министрі Ақтоты Райымқұловаға. Бүгінгі таңда Маңғыстау облысында орналасқан Бозжыра шатқалына байланысты әртүрлі пікірлер әлеуметтік желіде жазылуда. Тек қана Қазақстанның түкпір-түкпірінен емес, шетелдік саяхатшылар, болмаса шетелдік блогерлер қазір араласып өз пікірлерін білдіруде. Осыған байланысты халықтың арасында қазір халықтың пікірі екіге бөлініп тұр, қолдау және қолдамау. Менің сұрағым, Бозжыраға байланысты салынатын құрылыстың инвесторы кім? Екінші, қаражат көзі. Үшінші, экология және қоршаған ортаға қандай оның зияны тиюі мүмкін? Рахмет. Депутат Мұсабаевтың сұрағы тікелей біздің мынау сайлау бағдарламасына жатпайды. Байланыс ешқандай жоқ. Түсінікті нәрсе, сұрақ бар. Оны біз оқып отырмыз. Ақпаратта да қазір 1 минут отырсыз. Оны түсінікті. Біз бүгін мынау сайлау бағдарламасы туралы, жол картасы туралы әңгіме болып жатыр. Онымен байланысы болса, сұрақ қою керек. Ақтор Рахметоллаевна, қазір жауап бересіз бе, не болмаса депутат Мұсабаевқа тікелей өзіңіз сонан кейін, жиналыстан кейін өзіңіздің хат жіберіп жауап бересіз. Нұрлан Зайроллаұлы, айтқаныңыз болсын, өйткені бүгінгі күнде шынында да біз Нұр Отан партиясының жол картасы бойынша сұрақтарға жауап беріп отырмыз, бірақ мен сұраққа жауап беруге дайынмын. Егер айтсаңыз, жазбаша түрде немесе өзім кездесіп айтамын. Қалай деп айтасыз? Самат Базарбайұлы, ешкім осынды сұрақты маңызды деп айта алмайды, бірақ та оның орны болу керек. Бүгін осы мынау жиналыста тікелей өзіміздің сұрағымыз, мақсатымыз бар. Ол мынау сайлау бағдарламасы туралы жол картасы. Жарай ма? Министр сізге жауап бересіз. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сонымен құрметті әріптестер, сұрақтарымыз аяқталды. Енді талқылау рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Сөйлеймедова Жұлдыз Дөсберген қызына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Нұр Отан партиясының фракция мүшелері. Нұр Отан партиясының сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыруға арналған жол картасы жалпы еліміздің қарқынды дамып, өркендеуін мақсат еткен партиямыздың, оның лидері Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мемлекетімізді одан әрі дамытуға жаңа серпін беретін стратегиялық сабақтастығы деп білемін. Бүгін премьер-министрдің баяндамасынан жалпы халқымыз үшін өте өзекті де өткір сұрақтардың көрініс табуы соның дәлелі іспетті. Мысалы, мен үшін өте маңызды бұл таяудағы 5 жылда 800 жаңа мектеп салу есебінен апаттық және 3 ауысымды мектептердің проблемасын түбегейлі шешу қарастырылып отыр. Бұдан өзге, бірыңғай білім беретін онлайн платформа енгізіліп, ауыл мектептерін жоғары жылдамдықтағы интернетке қосу, балалар үйірмесін ашу, жалпы жаратылыстану пәндік кабинеттерді ашу арқылы
арқылы ауыл мен қала мектептерінің білім сапасындағы жалпы алшақтықты мейлінше қысқарту қолға алынды. Білім бұл адамзат өркениетінің өлшемі, қоғам дамуының нақты көрсеткіші болып қала береді. Бұл ретте ең маңызды мәселе ғылымды қолдау мақсатында жыл сайын 500 қазақстандық ғалымдар жалпы әлемдегі жетекші ғылыми орталықтарға тағылымдамаларға жіберіледі. Қымбатты партияластар, бұл жол картасы жалпы осы елге жанашыр, осы елдің болашағына үлкен үмітпен қарайтын әрбір партия мүшесінің жалпы көз алдында дайындалды. Біз әрқайсымыз оған үлес қостық. Жол картасының алдағы уақытта табысты жүзеге асырылуы мен оң нәтижесіне де өзіміздің жалпы жауапкершілігімізді бүгін сезініп отырмыз. Халқымызда мұратына жүрген жетеді деген жақсы сөз бар. Осы ретте алға қойған міндеттердің тиімді жүзеге асырылуына зор сенім білдіремін. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Сөз депутат Рау Альберт Павловичке беріледі. Рахмет. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые коллеги, в рамках прибыльной программы партия взяла на себя большие обязательства по улучшению благосостояния наших сограждан, решению их насущных проблем. В то же время мы понимаем, что выполнение обязательств требует существенных затрат бюджета, доходы которого в свою очередь складываются из стабильной работы и развития реального сектора экономики наших предприятий, малого и среднего бизнеса. На это и нацелен блок устойчивого развития экономики и регионов, рассматриваем сегодня дорожные карты, цель которого создание условий для отечественной промышленности, бизнеса, строительства жилья, ремонт и строительство инфраструктуры. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех обязательств, всех пунктов этой дорожной карты, в том числе через законодательное обеспечение, бюджетное финансирование. Так, нами уже начата работа над законопроектом о промышленной политике, целью которой является развитие обрабатывающих секторов с упором на конкурентоспособность и экспортоориентированность отечественной продукции. Создание 500 тысяч рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса, о чем сегодня подробно говорилось, будет достигнуто через дальнейшее совершенствование механизмов поддержки малого и среднего бизнеса, снятие барьеров для их деятельности, регулирование бизнеса с чистого листа. Над этим мы готовы работать. Так, депутаты уже включились в работу с агентством по концепции закона о развитии конкуренции. По другим пунктам дорожной карты мы также готовы работать с коллегами из правительства еще на стадии концепции законопроектов. Хотелось бы отметить, что проекты в регионах, вошедших в предвыборную программу, такие как водоснабжение, ремонт дорог, теплоснабжение, строительство жилья, не только улучшат условия жизни наших сограждан, но также создадут устойчивые рабочие места в регионах. Поэтому их реализация для нас также в приоритете. Программа партии в целом реальная, сбалансированная, и мы уверены в ее успешной реализации благодаря взаимодействию парламента, правительства, отечественного бизнеса и наших сограждан. Благодарю за внимание. Спасибо, Альберт Павлович. Сөз депутат Оспанов Берік Серікұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті жиналысқа қатысушылар. Партияның сайлауалды бағдарламасын іске асыру үшін үкімет тарапынан жол картасын іске асыру ауыл әулетін барынша көтеруге, ауыл тұрғындарының өмір сүру жағдайларын жақсартуға негіз болады. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы бойынша 24 шара қарастырылған. Стратегиялық инвесторлардың қатысуымен 350 мың фермерлік және үй шаруашылықтарын тарта отырып, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу бойынша 7 ірі экожүйе құрылатын болады. Жалпы агроөнеркәсіпте 380 инвестициялық жоба іске асырылады. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді тартудың және нысандарын әзірлеу, сондай-ақ 70 мыңға жуық отбасылық шаруашылық құру жолымен жалпы алаң 2,2 миллион гектарға дейін жеткізе отырып, 600 мың гектар суармалы жерлер игеру жоспарланып отыр. Субсидиялау жүйесі жаңа технологиялар мен селекциялық жетістіктерді, егістік пен егінді алқаптарын жай күйін мониторингтеуден заманауи цифрлық шешімдерін енгізуді, тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдарын нақты қолдануы ынталандыруға бағытталатын болады. Ауыл шаруашылығы өндірушілерінің тек дәнді және майлы дақылдарға ғана емес, сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімдерінің басқа да түрлерін форвард сатып алу кеңейтіледі. Халықаралық талаптарға сәйкес ветеринариялық, фитосанитариялық және карантиндік қызметтерді жаңғырту жалғастырылады. 2025 жылға қарай ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 1,3 есе, агроөнеркәсіп еңбек өнімділігі 2,5 есе, экспорт есеге ұлғайып, өңделген өнімнің үлесі 70%-ға жеткізіледі. Біз
өзіміздің елімізде өндіретін негізгі азық-түлік тауарларымен толық қамтамасыз ететін боламыз. 3,5 мыңнан астам ауыл жаңартылады. Сондай-ақ осы шараларды іске асыру үшін агроөнеркәсіп дамыту бойынша әзірленіп жатқан ұлттық жоба оларды көздеу қажет деп санаймын. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Кучинская Юлия Владимировнаға беріледі. Благодарю. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые участники заседания. Подписание дорожной карты по исполнению нашей предвыборной программы – это яркий пример реализации на практике конституционной реформы 2017 года, инициированной Ельбасе. 90% индикаторов дорожной карты декомпозированы в 216 региональных картах с учетом специфики каждой области. Выстроенная вертикаль позволит отслеживать продуктивность работы на всех уровнях. В современном мире человеческий капитал – это главное конкурентное преимущество страны. Трудности, с которыми столкнулся весь мир, показали нам хрупкость человеческой жизни. В программе партии представлены четкие задачи по интеллектуальному и культурному развитию страны, повышению качества и доступности здравоохранения, расширению возможностей для занятий спортом, решению экологических проблем. Всего по данному блоку предусмотрено 63 конкретных индикатора, в том числе по увеличению объемов финансирования данных отраслей, строительству новых объектов, обновлению оборудования больниц и лабораторий, повышению заработных плат работников здравоохранения. Наша задача – обеспечить контроль за целевым использованием государственных средств и качественной реализацией всех мер. Главными критериями эффективности нашей работы должны стать повышение качества жизни граждан, расширение доступности современной медицины для всех казахстанцев, независимо от места проживания, интеграция научных достижений в экономику страны. В рамках реализации концепции слышащего государства, инициированной президентом страны, предстоит работа по законодательному обеспечению реформ в системе государственного управления в правоохранительной и судебной системах. Их базовыми принципами должны стать справедливость, прозрачность и подотчетность. Уже в этом году будут приняты меры по развитию местного самоуправления. В данных вопросах необходимо активно вовлекать в обсуждение представителей гражданского общества. Важно услышать разные точки зрения и найти наиболее эффективные решения. Это позволит укоренить систему «Ответственное государство, ответственный гражданин». Сегодня мы обладаем всеми инструментами для реализации наших предвыборных обещаний. И каждый на своем месте должен приложить максимальные усилия для их достижения. Благодарю за внимание. Спасибо. Сөз депутат Рахымжанов Амирхан Мұратбекұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер, азаматтарға қызмет ететін мемлекет әділетті құқық қорғау жүйесі, тұрақты және әлемге ашық Қазақстан атты бөлімдердің іс-шаралары Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын орындау жөніндегі жол картасына маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Аталған тармақтар елбасы партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басым тапсырмаларына негізделеді. Әрі Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарымен тікелей байланысты. Азаматтар мен мемлекет арасында кері байланыс орната отырып, мемлекеттік аппаратты сапалы трансформациялауды жалғастыру, дер кезінде заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуді талап етеді. Алдыңғы сайланымда депутаттар мемлекеттік қызмет, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңдарға елеулі толықтырулар енгізді. Сонымен қатар, ел президентінің мемлекеттік басқаруды дамыту тұжырымдамасын бекіту туралы жарлығын қабылдануы мемлекеттік тетікті жаңғырту жолындағы маңызды қадам болады. Мемлекеттік органдардың көрсетілетін қызметтерін электрондық форматқа көшіру, азаматтардың оларды бір терезе арқылы алу сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайтуға, қабылданатын шешімдердің ашықтық деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Сол және құқық қорғау жүйесін жетілдіру жөніндегі нақты шаралар жол картасында жеке блок болып ұсынылған. Парламент мәжілісінің депутаттары қазірдің өзінде кейбір мәселелерді қарап жатыр. Бюджетте ішкі істер органдарының қызметкерлерін жалақысын арттыру, жергілікті полиция материалдық техникалық қамтамасыз ету, жақсарту жөніндегі шаралар көзделетін болады.
азаматтардың қоғамдық бақылау, волонтерлық қызмет, үкіметтік емес ұйымдарды қолдау жүйесіне тарту жөніндегі жұмыс маңызды бағыт болып табылады. Депутаттар, Нұр Отан партиясының фракциясының мүшелері жергілікті өзін-өзі басқарудың дамытудың жаңа тұжырымдамасын әзірлеуге және іске асыру белсенді қатысады. Көп векторлы сыртқы саяси бағытты жалғастыру, халықаралық бастамаларды ілгерілету, негізгі стратегиялық әріптестермен қатынастарды нығайту, ел дамуының қолайлы сыртқы аясын қамтамасыз етеді. Оның маңызды бағыты көп жақты құрылымдар мен екі жақты ынтымақтастық шеңберінде ұлттық мүдделерді қорғау және алға жылжыту болып табылады. Мәжіліс депутаттары орталық мемлекеттік органдардың өкілдеріне Қазақстанның позицияларын, атап айтқанда, экономикалық ынтымақтастық шеңберінде анағұрлым кәсіби әрі түбегейлі қорғау қажетін бірнеше рет атап көрсеткен болатын. Үкіметтің осы мәселелерді ерекше бақылауда ұстауда сұраймыз. Уәделерімізді іске асыруға кірісе отырып, біз қоғам алдында үлкен жауапкершілікті мойнымызға аламыз. Жол картасын қабылдау депутаттардың, партиялық органдардың, үкімет пен әкімдіктердің үйлесімді жұмысына талап етеді. Біз өзімізге алған міндеттемелерді орындаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, тағы да талқылау қатысатын депутаттар бар ма? Жоқ. Сонымен онда талқылау аяқталды. Құрметті әріптестер, елбасымыздың жол картасын әзірлеу туралы тапсырмасына сәйкес көптеген жұмыстар атқарылғанын көріп отырмыз. Оған фракция депутаттары да, үкімет мүшелері де, партия өкілдері де белсенді қатысты. Алдағы жоспарларымыз, мақсаттарымыз белгілі. Енді осы бағытқа жұмысымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Уважаемые коллеги, сегодня мы увидели, что разработан пошаговый, очень подробный план действий на ближайшие 5 лет с выверенными индикаторами по каждому показателю. Вообще, откровенно говоря, уважаемые коллеги, должен отметить, что впервые на моей памяти правительство совместно с депутатами, совместно с центральным аппаратом партии в столь короткие сроки, буквально за 3 недели, так четко, ясно и быстро, что называется, разложило предвыборную программу. При этом предусмотрены все необходимые финансовые средства. Сегодня об этом подробно в своем докладе Аскар Узакбаевич доложил, полностью рассказав пошагово, как обеспечит правительство это и финансирование. Конечно, объемы выделяемых средств могут корректироваться с учетом ситуации в стране, мире, с учетом других факторов, влияющих на экономику в целом, но это никак, конечно, не должно и не отразиться на выполнении предвыборных обязательств. Здесь, уважаемый Аскар Узакбаевич, депутаты будут готовы при рассмотрении проекта очередного республиканского бюджета в целом, при уточнении бюджетов по годам, вносить все необходимые поправки для финансирования наших обязательств перед народом. Мы самая крупная фракция в парламенте, и мы обеспечим при рассмотрении бюджета приоритетное финансирование всех наших предвыборных обещаний. То есть мы вместе будем четко отслеживать ситуацию и при рассмотрении республиканского бюджета будем должным образом реагировать. Это первое. Второе. Дорожная карта содержит конкретные пути достижения целей предвыборной программы нашей партии. Здесь учтены интересы буквально всех слоев населения. Қазақша айтқанда, кішкентай баладан бастап қарт кісілерге дейін қамтылды. Сонымен бірге әлеуметтік қамтамасыз ету, білім, денсаулық, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, шағын және орта бизнесті дамытуға жаңа қадам жасалынды. Осы бағдарламада отбасын, әйел азаматтардың, жастардың қолдауға да ерекше көңіл бөлінді. Осы мақсаттарға жету үшін жол картасын әрбір тармағын орындалуына қатаң бақылау қажет. Бұл елбасымыздың қаңтардың ортасында бізге берген тапсырмасы. Сондықтан біз
мониторинг және бақылау жұмысына ерекше мән беріп отырмыз. Теперь, что касается координации и контроля за исполнением этой дорожной карты. Прежде всего определены координаторы от 3 сторон. Так, со стороны правительства это первый заместитель премьер-министра Смаилов Алихан Асханович, со стороны нашей фракции заместитель председателя Мажилиса, заместитель руководителя фракции Казанцев Павел Олегович и со стороны центрального аппарата секретарь партии Симбеков Марат Амирович. Кроме того, четко разделены уровни контроля. Так, на постоянной основе будет контролироваться текущий статус исполнения. И в начале каждого очередного года, а это ориентировочно, наверное, февраль месяц, будут подводиться итоги минувшего года по выполнению предвыборных обязательств. То есть в феврале месяце каждого года, получив статистику, мы будем рассматривать на собрании фракций исполнение предвыборной программы в предыдущем году. После этого мы будем докладывать лидеру нашей партии, докладывать в целом народу Казахстана как о достигнутых результатах, так и, возможно, о возникающих рисках. Теперь, что касается формы отчета. Форма отчета остается традиционной и будет состоять из 3 частей. Кто работал в прошлом созыве и кто готовил данные об исполнении предыдущей программы в правительстве, они знают эту форму. Первая часть зеленого цвета – это будут исполненные пункты дорожной карты. Вторая желтого цвета – это будут пункты дорожной карты, находящиеся на исполнении. И третья часть, красная – это пункты дорожной карты, по которым есть риск неисполнения в срок. Также предусмотрены конкретные инструменты контроля. В первую очередь, все направления дорожной карты распределены между профильными комитетами палаты. Здесь все понятно. Ответственными являются председатели этих комитетов, члены нашей партии, члены нашей фракции. Мусин Канат Сергеевич, Нурманбетова Джамиля Нусубжанна, Хусаинов Марат Абсеметович, Куспан Айгуль Сайфулаевна, Рау Альберт Павлович. А в 2 комитетах, где председатели от других политических партий, вы знаете, у нас 2 комитета возглавляют другие партии, там координировать эту работу по нашим обязательствам, по своим направлениям профильных комитетов будут секретари комитетов, члены нашей партии, они же и члены фракции, Кожахметов Арман Тулешевич и секретарь комитета по аграрным вопросам Оспанов Берег Серикович. Далее, коллеги, мы детализировали процесс мониторинга и контроля, закрепив каждого депутата за конкретными пунктами дорожной карты. Ну, к примеру, депутат Оспанов, за ним закреплены 5 направлений, касающихся вопросов развития агропромышленного комплекса. И так за каждым депутатом. То есть каждый пункт дорожной карты будет контролировать куратор из числа депутатов. Конечно же, с учетом прежде всего профессионального опыта этого депутата, а также рядом других факторов. Еще один вопрос. Понятно, что без помощи конкретных ответственных лиц из государственных органов, из министерств и ведомств, такую работу на системной основе сложно будет проводить. Поэтому в рекомендациях сегодняшнего собрания, уважаемый Аскар Узакбаевич, мы обращаемся к правительству установить аналогично персонально ответственных представителей государственных органов, то есть каждого министерства, ведомства, на уровне не ниже вице-министра за предоставление соответствующих данных кураторам из состава депутатского корпуса. С такой просьбой мы обратимся к правительству. Таким образом, уважаемые коллеги, нашей главной задачей будет отслеживание ситуации по исполнению дорожной карты буквально, что называется, в режиме нон-стоп. Только в этом случае мы сможем качественно выполнить все обещания, данные перед народом. Еще на одном важном моменте хотел бы акцентировать ваше внимание. Это касается прежде всего депутатского корпуса. Каждый из депутатов, закрепленный за тем или иным направлением дорожной карты, должен будет на ежеквартальной основе готовить для руководства своего профильного комитета отчет, основанный на данных, предоставляемых ответственными лицами
из государственных органов, из министерств, ведомств. Вот совместно вы по своим направлениям ежеквартально готовите отчет по закрепленным за вами 5 или там 6 нормами, которые вы ведете. А мы договорились, что это будет, как сейчас договорились от ответственных министерств, ведомств, ответственные люди, это будут минимум вице-министры, они будут вам помогать с предоставлением всех данных по исполнению этих обязательств по профильному направлению своего государственного органа. Ал комитет басшылары, олар фракция жетекшісінің алдында есеп береді. Не болып жатыр, қалай орындалып жатыр. И как мы договорились, отчет об итогах проделанной работы за год мы будем рассматривать в феврале каждого следующего года. Ну и, конечно же, вся информация о ходе выполнения предвыборной программы, о принимаемых мерах по ее эффективному исполнению будет широко освещаться в средствах массовой информации и в социальных сетях. Таким образом, фракция Нур Отан в Мажилисе, выполняя поручение лидера нашей партии Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, прежде всего обеспечит своевременное принятие законов, направленных на выполнение предвыборных обязательств партии. При этом депутаты фракции возьмут реализацию предвыборной программы в рамках дорожной карты на свой постоянный и системный контроль. Это те действенные рычаги, которые позволят эффективно выполнить все пункты нашей предвыборной программы. И я уверен, что вместе мы выполним все наши обязательства перед народом, перед партией, перед нашим лидером. Құрметті әріптестер, сонымен күн тәртібіндегі мәселені жан-жақты талқылап болдық. Ең бастысы 2025 жылға дейін жол картамыз бар. Бұл жол картасы әрбір облыста, әрбір ауданды, әрбір ауылды және барлық халықты қамтиды. Және алға қойған міндеттерді ашық, сапалы, тиімді орындауға кең жол ашады. Себебі онда партиямыздың төрағасы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес барлық сала бойынша әсіресе әлеуметтік сұрақтарды шешудің нақты шаралары көрсетілді. Енді осы жол картасын мәжілістің Нұр Отан фракциясы қатаң бақылауға алатын болады. Осындай жұмыстар еліміздің, халқымыздың өміріне жаңа серпін береді деп сенеміз. Бұл жолда баршамызға сәттілік тілеймін. Құрметті әріптестер, осымен барлық сұрақтар қаралды. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ болса, онда фракцияның жиналысын жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.